Сәлем достар, қал-жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге дәл осындай болып шығатын салқын көженің рецептімен бөліспекшімін. Ең алдымен дәл осындай ұнтақталған жүгеріні салып аламыз. Өздеріңіздің қажеттеріңізге қарай. Мен кішкене жарты килойдай салдым мұнда. Ал енді суық сумен жуып алатын боламыз. Осылай шаңдарын, ішіндегі артық заттарын кетіріп жуып алатын боламыз. Тазалап 2-3 қайтара жуасыздар. Жүгерімді жуып алдым. Үстіне осылай кішкене көптеу етіп суды құйдым. Қазір отқа қойып қайнатып алатын боламын. Бір қайнағаннан кейін кішкене астын жай қойып, жаймендеп қайнатып алатын боласыздар. Міне достар, дәл осындай болып қайнайды. Бетіне осындай кішкене көпіршіктер шығады. Оны қасықтың көмегімен немесе сүзгіштің көмегімен алып тастасаңыздар болады. Үстінен тұзымызды салатын боламыз. Міне достар, біздің көжеміз пісті. Қараңыздар, жаңағы салған жүгерлеріміз 2-3 есеге ұлғайды. Бұл жүгерінің орнына бидай немесе күріш салсаңыздар болады. Олармен де өте дәмді болып шығады. Енді бұл көжемізді суытып, үстінен айран құятын боламыз. Менде дәл осындай айран бар, соңы қалған. Қазір осыны жақсылап араластыратын боламын. Айранымызды дәл осындай етіп, біркелкі етіп араластырып аламыз. Мендегі қолдың айраны. Ал енді жаңағы қайнаған көжеміздің үстінен осы айранымызды құйып, қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Мен айранның көп болғанын ұнатамын. Өзім сондықтан кішкене көптеу салдым. Аппақ болды дәл осындай. Ал енді үйде бар құртты салсаңыздар болады. Бұл әрине өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Құртымызды да жақсылап араластыратын боламыз. Міне біздің көжеміз дайын болды. Дәл осылай кеселерге салып, өздеріңіздің қонақтарыңызға, отбасы мүшелеріңізге ұсынсаңыздар болады. Міне достар, бүгін дәл осындай күннің ыстығында ішуге арналған тойымды дәл осындай біздің көжеміз дайын болды.